Елестетіңіз, ертең сіз лотереядан 100 миллион теңге ұтып алдыңыз. Сөзсіз, сізді эйфория жаулап алады. Сен шаттанып, өз сәттілігіңе сенбейсің. Эмоцияларың тасып, саған енді өмірің бұрынғыдай болмайтындай көрінеді. Бірақ бұл қуаныш бірнеше жыл өткен соң сақтала ма? Зерттеулер көрсеткендегідей әрине жоқ. Сақталмайды. Сарапшылардың бағалауы бойынша лотерея жеңімпаздарының 70%-ға жуығы бірнеше жыл ішінде бар ұтысынан айырылады. Шерон Терабасидің оқиғасындағыдай. Шерон Терабасидің оқиғасы сияқты. Ол 2004 жылы чектен 10 миллионнан астам канадалық долларды қолма-қол шешіп алған. Ол өзінің ұтысын зәулім үй, сәнді көліктер, дизайнерлік киімдер, салтанатты кештер, экзотикалық сапарлар, отбасына арналған сыйлықтар, достарына несиеге жұмсаған. Және 10 жылға жетпей уақыт өткен соң баяғы өміріне қайтып оралды. Яғни автобуспен қатынау, толық емес жұмыс күні және жалдамалы үйде өмір сүру. Майк Тайсон өз мансабында рингте 400 миллион доллар, оған қоса жарнамалық контракттардан 250 миллион доллардай ақша істеді. 2003 жылы 30 миллион доллар қарызы бар Майк Тайсон өзін банкрот деп жариялады. Джослин Вильденштейн. Мысық әйел деген атпен де танымал болған, ұзақ уақыт бойы әлемдегі ең бай әйелдердің бірі болды. Күйеуімен ажырасқаннан кейін 2,5 миллиард доллар алған соң 20 жылдан аз уақыт ішінде өзін банкрот деп жариялады. What? Бұл оқиғалардың барлығында бір ортақ мінез сипаты бар. Шерон, Тайсон, Джослин. Олардың барлығы ақшаларын қымбат заттарға жұмсады. Пайдаланылмаған ондаған көліктер мен миллиондаған ақшаға пластикалық операциялар. Біз шынайы барлық ақшаның қайда кеткенін түсінбей қаламыз. Біз ақша тауып жатқан сияқтымыз, бірақ ақша сонда да жетпейді. Содан біз ақшаны көбірек табу керек шығар деп ойлап табысымызды көбейтеміз, бірақ сол сұраққа қайта ораламыз. Ақша қайда кетті? Неліктен көп ақша тапсақ та әлі байып кеткен жоқпыз? Мен ақшам қайда, Лебовский? 1960 жылы британдық әскери тарихшы журналист Сири Паркинсон өз кітабында жауап беріп, оны келесідей тұжырымдады. Біздің шығындарымыз біздің табысымызға пропорционалды түрде өседі. Қарапайым тілмен айтқанда, біз неғұрлым көп ақша тапсақ, соғұрлым көп жұмсаймыз. Егер лотерея жеңімпаздар туралы оқиғаға қайта оралсақ, сарапшылардың бағалауы бойынша жеңімпаздардың 70%-ы өмірлерін кедейлікпен аяқтайды. Дегенмен, қалған 30% адамдар, яғни алтын билет иегерлері әлі де ақшалармен қала алды деген сөз. Олар Паркинсонның екінші заңын қалайша жеңе алды? Бар мәселе шығындарды басқаруды әдетке айналдыру. Мысалға, бір адамды елестетіп көрейік. Қазбек 20 жаста, достарымен жалдамалы пәтерде тұрады. Студент, IT маманына оқиды. Қазбек грантқа түсіп шәкіртақы алады. Несиеге пайдаланылған мопед алған және сабақтан тыс уақытта курьер болып жұмыс істейді. Кез келген жас жігіт сияқты Қазбек қыдырғанды, киноға барғанды, жаңа изи сатып алғанды ұнатады. Сонымен қатар оның пәтерге төлейтін, тамақтанатын және мопедті күтетін шығындары бар. Айдың аяғына бір апта қалғанда Қазбек әрқашан шотындағы ақша опасыз нөлге айналғанын байқайды. National Student Money Survey 2023 сауалнамасының нәтижелері бойынша студенттердің 82%-ы үнемі ақша тапшылығының сауалдарынан алаңдаушылық сезінеді. Енді Қазбекке шығындарды жүргізу сиқырлы әдетін берейік. Ол бюджетті құрудан бастады. Moneyfy бағдарламасын телефонына жүктеп, өзінің барлық кірістерін жазды. Яғни оның қанша ақшасы бар. Бұл көп уақыт алмады. Шәкіртақы 41.900, жалақы 260.000. Содан кейін барлық шығындарын жазып, бір қиындыққа тап болды. Белгілі болғандай, оған барлық шығындарды бірден еске түсіру оңай болмады. Бірақ ол мүмкіндігінше адал болуға және бәрін жазуға тырысты. Содан кейін ол ағып жатқан ақшаны тауып алып, олардың бар екендігі туралы білмегендігіне көз жетті. Ол өзінің шығындарын екі үлкен санатқа бөлді: міндетті және қосымша шығындар. Күнделікті өмірде жай қалдыруға болмайтын міндетті шығындар деп, пәтерді жалға алу 65.000, коммуналдық шығын 5.000, азық-түлік 30.000, мопед несиесі 15.000, ұялы байланыс 3.000, жанармай 10.000. Қосымша шығын бұл ойын-сауық, хобби, кафе шығындары, мейрамханалар және тағы да басқа. Яғни кино, компьютерлік клубтар, киім және аяқ киім, сыйлықтар, шаштаразға бару, сандық қызметтерге ақы төлеу. Оның барлығы күтпеген шығындар. Жарайды. Ары қарай не істейміз?
Ал ары қарай қарапайым математика. Барлық кірістерді қосып, содан барлық міндетті шығындарды алып тастаймыз. 301.900 кіріс, ал 108.000 міндетті шығындар. Сонымен тең 193.900. 40.000, яғни 20%-ды депозитке саламыз. Мысалға, Freedom Bank депозиттері тиімді пайыздық мөлшерлемені ұсынады. 193.900 минус 40.000 тең 153.900. Оны 4 аптаға бөлеміз, тең 38.475. Демек, аптасына 38.475 теңгеге, күніне 5.500 теңгеге өмір сүреміз. Бұл сандар бізге не береді? Неліктен бюджетпен бізге сондай іс-әрекеттер қажет? Экономикада тесік шелек салдары деген ұғым бар. Шелектегі су сіздің капиталыңыз, яғни ақшаңыз. Сіз күнделікті өмірде өзіңіздің шелектегі суыңызбен пайдаланасыз. Бірақ бір сәтте сіз шелектегі судың азайып жатқанын байқайсыз. Ол шелектегі тесікке байланысты. Яғни сіз оған қанша су құйсаңыз да, ол азайып кетеді. Және одан да жаман жағдайлардың бірі, тесік шелекпен өрт сөндіру оңай істердің қатарынан емес. Бюджетті құру. Ең алдымен сізде қандай шелек бар екенін анықтауға көмектеседі. Егер тесіктері бар шелек болса, оның тесіктері қаншалықты үлкен және оларды қалай жабуға болатынын біліп аласыз. Қазбек бюджетті құрып, мынаны түсінді. Оның қанша міндетті шығындары бар. Оның ақшаны жинауға мүмкіндігі бар екенін және бәрібір қалыпты өмір сүруді жалғастыра алатынын. Өзінің бюджеттегі тесіктерін тауып, қосымша шығындарын талдай отырып, өзінің күнделікті шегін анықтады. Қазбектің жасағанынан кейін не айтуға болады? Оның өзін жақсы көру деңгейі енді гигачаттыкіндей. Елестетіп көрсең, жаңа елге саяхатқа шығасың, жоспар жасаудың орнына сен бағдаршамда қай жаққа бұрылатыныңды тиын тастап шешесің. Бұл қамырын, дәмін таңдамай, тіпті мекен жайыңды көрсетіп жазбай, пиццаға тапсырыс бергенмен бірдей. Сенің қаржылық өміріңде дәл солай. Егер оны жоспарлап бастамасаң, онда нәтижесін бақылай алмайсың. Барлық адамдардың мәселелері бірдей. Олардың барлығы үшеу. Ол аз уақыт, аз ақша және не істеу керек. Қазіргі өмір барған сайын кедергілермен жүгіру немесе тұйық шеңбер бойымен жүгіруді еске түсіреді. Дөңгелектегі тиын сияқты. Ал кейде егеуқұйрықтардың жүгірісі сияқты. Үй, жұмыс, мәселелер. Сен үнемі жұмыс істейсің. Ақша табасың, жұмсайсың, содан кейін қайтадан жұмыс жасайсың. Табасында қайтадан жұмсайсың. Сен одан да көп күш жұмсап, жұмыс істей аласың. Бірақ одан артық ақша болмайды. Ақштан келген Дженсен Лонг дөңгелектегі тиын сияқты өмірін жалғастырған. Дженсен Лонг Денвер қала маңында инженер бағдарламашы болып жұмыс істеді. Медицина құрылғыларға код жазды. Оның жұмысы өте қиын болды. Өйткені ол азық-түлікке және дәрі-дәрмектерді бақылау үшін әр қадамын құжаттап отырды. Кодтау қатесі науқасқа зиян келтіруі, немесе тіпті оны өліміне әкеліп соқтыру мүмкін еді. Дженсен жылына шамамен $110,000 табыс тапты. Бірақ жұмыстағы күйзеліс оған тұрарлық емес еді. Ол өзін еркін сезіне алмады, жұмыстан кейін отбасымен уақыт өткізе алмады, үнемі компьютердің алдында отырды. Бір кезде ол осы жұмысты ары қарай жалғастыра алмайтынын түсінді. 2017 жылы 10 наурызда Дженсен бастығына қоңырау шалып, зейнеткерлікке шығатыны туралы хабарлайды. Ол кезде ол 43 жаста еді. Енді Дженсен Лонг және оның әйелі мен 2 қызы инвестициядан алатын жылына $40,000 өмір сүруді жоспарлап отыр. Лонгқа тұйық шеңберден шығуға нақты жазылған жоспар көмектескен. Және қаржылық жоспар. Қаржылық жоспар саған таңдау еркіндігін береді. Сен өз уақытыңды сатып аласың. Тура 30 жаста зейнетке шығып кеткен канадалық жас программистер отбасы сияқты, сен де қашан зейнеткер болатыныңды өзің шеше аласың. Оларға келсек, олар кірістің 75%-ын үнемдеген. Сен кіммен және қандай жобалармен жұмыс істеуді өзің таңдай аласың. Сен саяхаттап, әлемді зерттей аласың. Көптеген сауалнамаларға сәйкес лотерея жеңімпаздары жеңіске дейін әлдеқайда бақытты болған. Енді сен екеуміз түсінеміз. Егер олар шелектегі тесіктерін бақылап отырса, олар мүмкін алысқа самғап, өздерін ғана емес, әлемді де бақытқа кенелтер еді. Менің бар айтқым келгені, сенің бар таңдауың тек өзіңнің қолында. Сен ақша үшін мәңгі тиын сияқты бетіп жүгіріп жүре аласың, алайда бақытқа жетпейсің. Әлде сен жақсы көретін ісіңмен айналысып, өзің де бақытты болып, елді де бақытты қыла аласың. Мәселе ақшаға тіреледі деген ойдан ақырындап арылу қажет деп ойлаймын.